Yeryüzünde şuhadım, canlı söyledi o sen. Gerçeklerimde yılıştın şovakta, sırnaşıklar bozulmaydı bırakta. Armağan ой ештеңе жоқ загске кетіп жатқан адамдармыз ғой. Бір кезде жаңа загске кіріп қалсақ, ақ көйлек киген келін, смокинг киген жігіт, қасында ағайын туыстары бар, 5-6 жүріп жүр ғой. Екеуміздің түрімізді қарасақ, бір загстың сыртында сыпыратын дворниктар секілдіміз екеуміз. Мөлдірге айтамын, уайымдама, олар енді загске келіп тұрған шығар. Мен қазір документті алып шығамын, қайтамыз, уайымдамай ақ қойдым жаңа. Кірдім де бар орысшамды беріп, сейчас ЗАГС, наверное, мы хотели документ заказать. Очередь ждите деді. Ладно, очередь ждите. Отыра тұрайық, қайда сығамыз, бәрі үйге барған. Не істейміз, деп екеуміз әңгіме айтып отырып, неге ЗАГС деген осындай болады екен ғой, білмеймін, ештеңе етпейді, деп отырған кезде бәрі бітті. Тұрсынбек Қабатов, Мөлдір Мұқанова деді. Екеуміз келдік уже, түрді білесіздер уже. Ана кіргізіп тұрған қыз қарап тұрып, вы что ли, деді. Да, мы. Больше никого нет? Ну, пока вдвоем живем. Где вы ходили, деді. В городе ходили. Вы хотя бы куртку снимите, деді. Бас киім шешіп тастаған, бас киім кәдімгідей жабысып қалған. Мөлдірге айтам, бас киім шешсем, қойшы май деп қояды, ладно жаңа. Біз жай кіреміз де шығамыз деп тұр қой, қайдан білейік, құрсын не болайын деп отырған білмейміз, есік жабық тұр. Бізге тұрды, вы точно готовы деді. Құрсын не болды, готовы, армияға кетейін деп тұрған жоқпыз ғой, готовы. Бір кезде үстімізде киімді білесіздер, ЗАГСтың есігі ашылды қойды. Қып-қызыл дорожка, аппақ стол, Қазақстанның туы тұр. Қасында еще прическасы мынандай бір. Людмила Васильевна деген бір апай тұр. Осы ЗАГС жүргізетіндер ешқашан бір арық болмайды ойдайым бар қоз. Ана мойнына тағатындай лентасының өзі біткен волнистый болып тұр ғой, тату олар ғой.